Кейбір жекеменшік медициналық клиникаларға жүгінбес бұрын олардың адам емдеуге рұқсаты бар екеніне көз жеткізіп алыңыз. 80 жастағы Алматы тұрғыны осындай клиникалардың бірінде ем қабылдағаннан кейін денсаулығым нашарлап кетті дейді. Ал зейнеткердің шағымы бойынша тексеріс жүргізген мамандар клиникада қызмет ететін дәрігерлердің мамандығы мүлде басқа екенін анықтаған. Надежда Андронова аяғының қақсап ауратынына ем табу үшін жақсы дәрігер іздеген. Сол кезде кез келген ауруды кәсіби түрде емдейміз деген жарнамасы бар медициналық ұйымдардың біріне барып, ем қабылдаған үшін 160 мың теңге төлеген. Айтуынша ақшасы бекер кеткен. Он мне обещал, что я буду бегать. Дәрігер маған осы емнен кейін жүгіріп жүретін боласыз деп уәде берген. Бірақ бір айдан кейін аяғым одан сайын қақсап ауыра бастады. Жүріп тұрсам аяғым ауырады. Ол маған аяқ қақсағанын қойдыратын май жазып берді. Менде ешқандай ісік жоқ. Оны не үшін жазып бергенін білмеймін. Зейнеткер дәрігерлердің біліктілігін тексеру үшін денсаулықты сақтауды қадағалайтын комитеттің департаментіне шағымданыпты. Оның ісін тексерген комиссия дәрігердің бұл әйелді емдеуге ешбір құқығы болмаған дейді. Сонымен қатар тексеріс кезінде медициналық қызметті қадағалайтын комитет департаменті дәрігердің емделушісіне аталмыш ауруға сәйкес келмейтін май жазып бергенін анықтаған. По результатам проверки тәуелсіз медициналық сарапшыларды құрайтын комиссия аталмыш клиниканы тексерді. Нәтижесінде өрескел қателер анықталды. Атап айтқанда, травматология мен ортопедия бойынша медициналық қызмет көрсеткен дәрігердің мамандық сертификаты жоқ болып шықты. Жекеменшік клиниканың басшыларына айыппұл салынған. Бірақ бұдан Надежда Андроноваға еш пайда жоқ. Аяғы жүрмейді, ал ақшасы далаға кетті. Зейнеткер ақшасын қайтару үшін сотқа шағымдану керек. Оған өзі әрең жүрген оның уақыты да қаражаты да жоқ. Осыған байланысты мән-жайды білуге барған біздің түсірілім топ аталмыш клиника басшылығын орнынан таппады. Жұлдыз Әбдіхалықова, Динара Ермұрат, Жанат Абдрахманов, Қазақньюс, Алматы.